Егер кітаптар сөйлесе, қалай болады? Бұл не сонда? Мынандай бір таңба таптым. Бұны жуан дыбыстың жанына қойсаң, жіңішке болып өзгереді. Мысалы, мына. А, ә болып өзгереді. О, ö болады. А, ö болады. О, ö болады. Төрт ағарып, 8 дыбыс. Қандай ықшам? Иә. Келгеніңді білмедім. Мағжан деген ақын Айманның сарайын дүрілдетіп жатыр деген сөз желде есті ғой. Өмір дария, екеуміз мінген қайықта неге екеуі өлді екен? Қайық бөлінгенімен суға кетпедік. Мұңымыз алашқа байлаулы. Алдымен ақын Мағжанды құшақтай. Сәлеметсіз. О, әлке, я. Қал жағдай қалай, сабақ қалай. Бәрі жақсы ғай, рахмет. Лайым солай болсын. Айтпақшы, мен сені бір адаммен таныстырсам ба деп жүрем. Соның орайы келген секілді. Ол да өзің сияқты бір мықты жігіт. Абайды жақсы көреді.